Бір отаным деп. 7 сыныпта жүргенімде Серік Шәкібаевтың «Үлкен Түркістанның күйреуі» деген кітабы шықты. Ауыл кітапханасынан үйге кеп басылмай оқыдым. Кітап бастан аяқ Мұстафа Шоқайға арналыпты. Ол әкем айтқандай біздің ауылдан шыққан бір туар азамат емес, туған елінің бақытына кереғар тұрған дұшпан. Отанын сатқан нағыздың өзі екен. Әкемнің аузынан Мұстафа түспейді. Екеуі бір топырақта өмірге келген қатар құрбы. 1938 жыл туған жерге ат басын бұрғанда, ел жұртты аралап, бірге жүрген үзеңгі жолдас. Сонда үстіне ақ костюм шалбар киіп, қолына қоңырқай таяқ ұстаған Мұстафа, ел ішіне барғанда қасындағы жора жолдас ағайынға қарап, бір сөз айтыпты. Қойды соя бермеңдер, өсіріңдер, гүл өсіріңдер деді. Қойды соя бермеңдер деген түсіндік, мал басын көбейтіңдер дегені ғой. Ал гүл өсіріңдер деген несі екен? Мынандай бос топыраққа гүл қайдан өссін деп таңғалдық. Сөйтсек, гүлге су құйса, өспейтін жері болмайды екен. Мәдениетті болыңдар деген екен ғой жарықтықтың. Ұзамай Мұстафа елден кетіп, француз асыпты дегенді естідік. Бұл ел жұртпен ол кісінің қоштаса келген бет екен. Әке, осы Мұстафа аузыңыздан түспейді. Мына кітаптан оқыдым, ол отанын сатқын екен ғой дедім. Қара қоңыр кітапты қолыма ұстап тұрып. Әкем маған көз астымен қарап отырып қалды. Кенет тамағын бір кенеп ап, бір-ақ ауыз сөз айтты. Әкеңе сенесің бе? Жоқ, кітапқа сенесің бе? Осылайша жылжып жылдар өтті. Әбден шау тартқан шағында әкем перзентін тағы да сөзге тартты. Мұстафаның бар қызығын Ибрахим көкең көрді ғой деді, көз астымен қарап. Әйтеуір аман қалды. Ибрагим Шоқаев әкемнің немере інісі. Оққан кісі, зерделі азамат, жастық шағын философия ғылымының докторы профессор Досмұхамбет Кішібекпен бірге өткізген парталас досы. Өкіметтің құрығына түскендегі бар айыбы Мұстафа Шоқаймен бір топырақта туып, әкелерінің аттас болуы. Шоқаев көкем, біз осылай атайтынбыз, Сталин өлгенше НКВД-ның қарамағына ілініп бақылауында жүріпті. Партия қатарынан шығарып, мектеп директоры, балалар үйінің басты қызметінен босатылып, ақырында бастауыш сыныптың мұғалім боп зейнеткелі кепті. Маған да бастауышта қара танытып, көзімді ашқан өзімнің Шоқаев көкем. Әйтеуір ит жеккенге айдалмай, зобалаңда атылмай аман қалды. Әйтпесе, бұлар ойына келгендерін істеді ғой деп әкем біреуді іздегендей айналасына аңтарыла қарады. Үлкен тарихты ішінара білсек те, үй айналасында кішкентай тарихты білмейді екенбіз. Тәуелсіздік алып, атымыз арқан үзген соң, біз де білгенімізді айтып, үлкен тарихқа үн қосуға тырыстық. 1991 жылы Мәдениет министрлігі жариялаған Астана бәйтерек әдеби бәйгесіне қатысып, әкем айтқан әлгі естелікті көркемдік деңгейге жеткізіп, қой мен гүл деген әңгіме жазып, бас бәйгені иемдендім. Сонда қатар жүрген бел құрдасым Мұстафа Шоқай предатель ғой дегені жайбарға тұрып, мен де әкем сияқты отырып қалдым. Тәуелсіздік қайығын еркін есіп, асау толқынды бағындыра бастаған кезде әлгі тату жолдасым Мұстафа өмірін арқа оғып, сахналық шығарма жазыпты. Қойылым тұсаукесеріне мені шақырмады, сірә сөз естіп қалам ба деп сескенсе керек. Академик Мәмбет Қойгелді көгілдір экраннан бір сары алтындай салмақты сөз айтты. Шапанды кителге мұсылмандықты христиандыққа айырбастап кеткендердің бетін ашатын кез келді деді. Мұстафа өмірде тік жүріп тұл өтті, жүрген соқпағынан табанын тайдырмады. Оған жолыңнан қайт, бағытыңды өзгерт деген нұсқау көп болды. Бірақ ол бас имеді, өйткені большевизмге сенбеді. Жүрегі Шиеліде, сүйегі Берлинде қалды. Әкемнің айтқан сөзі құлағымда. Бір отаным деп өтті ғой өмірден деді.
Мұстапа туралы сөзді қайырып, оның перзенті де, сүйген жары да, ағайын тумасы да бір отаны болды. Әкем қасымда жоқ, кітапқа емес, өзіне сенгенімді ести алмай кетті.